Николай Кунанбаев, великий поэт казахского народа, философ, гуманист, композитор, ювелирный мастер художественных слова. Он родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области. Сыры мол, тысы суық қаптайды, аспан қос болып, дымқыл тұман жерде басқан. Білмен тұнғаныма жылқы ойнап, бие қашқандай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай, қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш құрай.